Al endi bugün men neye geldim? Bu jinalıska. Buna Sosyal Demokratiyalıq Partiya dep atalat. En ulkan partiyalardan biri benim sunumumda. Özü Kazaktın jalpakçılığına otursak, demokratiya degen demokratiya bärimiz havaday kajet. Sosyal degen söz әлеуметтік partiya, әлеуметтік degen söz. Onun içinde adalet de giret, tenglik de giret, tağı başka, bäri giret әлеуметтік. Sonun için o partiyaga menin büyüğüm bırak. Және осы жолы ерекше менің назарымда отырған мына қазақтың көші-қонына, қазақты көк тудың астына жинауға осы партия назар аударып отыр. Ол басқа партияларда жоқ ондай әңгіме, ондай нелеріндегі ондай бап, ондай тап немене жоқ. Осы партиядан сол нені көріп, бағдарламасынан, тұғырнамасынан соған разы болдым. Екінші мына жаңа ғана сөйлеп кеткен Рахым Айыпұлы деген жігіт, осы біздің көші-қонның бірден бір жоқшысы оралмандардың әсіресе. Солардың құқығын жоқтаушы, көші-қонды тоқтап қалған кезінде қайта тірілтуге тырысқан азаматтардың бірі. Көші-қонды білесіздер, соңғы 5 жылда көші-қон тоқтап қалды. Оған бөлінген ақша қайда кеткенін білмеймін. Не деуші еді? Көші-қонға бөлінетін ақшаны не деуші еді? Бірдеме? Иә. Оның бәрі қайғалтаға түсіп жатыр, қайда ауып кеткенін білмейміз. Ол өзі үкіметтің бір кездегі бөлген ақшасы болатын. Жылына 20 мың шаңырақты, түтінді көшіріп алуға бөлінген. Соған да шүкір деуші едік. 20 мың дегеніміз біз мыңдай қазақ қой. Сол келіп жатса да жаман болмас деп қанағат тұтқанбыз. Бірақ соның өзі тоқтап қалды деген кезде. Ол енді осыған араласып жүрміз, менің басты бір өзімнің шығармаларында үлкен темамның өзі көші-қон. Қазақ, сырттағы қазақты тарту. Ішке, мына көк тудың астына жинау. Мен өзім көші-қонмен айналысқан кісімін. Қазір біреу білсе, біреу білмейді, бүгінге дейін айтылмай келді. 1962 жылы көктемде бір ғана Тарбағатай уәлаятынан Қытайдағы Совет шекарасымен ол кезде солай ғой. Бір ай емес 20 күннің ішінде 10 апрельден 1 майға дейін 200 мыңға жуық қазақ көшіп өтті. Көшіп өткен жоқ, босып өтті деуге болады. Империялардың шекарасын қақырата бұзып тұрып 200 мың адам көшіп өтті. Сол көштің идеологы болған, сол көштің бұйдасын ұстап келген адам мен алдарыңызда сөйлеп тұр. Ал содан бергі менің көкейімді тескен нәрсе осы. Неге біз? Миллион қандасымыз келеді, оларды біз қатарымызға қоспаймыз. Олардан неге бір депутат, не басқа шықпайды сенат. Осы жолы мына Социал Демократиялық партияға бүйрегінің бұруы бір жағы. Осы программасында жаңағы көші-қон нәрсесі бар екен, оралмандардың жағдайы бар екен, және жаңағы сол оралман туралы күресіп жүрген, көші-қон туралы күресіп жүрген Рахым Айыпұлын, мына болашақ депутаттардың, үміткерлердің тізіміне қосыпты. 25 адамның ішінде жүр. Осының бәрі менің назарымды бұрды. Бұл деген не? Бұл Социал Демократиялық партияның программасының жан-жақтылығын көрсетеді. Халыққа жақындығын көрсетеді. Халықтың көкейінде не жатқанын білгендігінің арқасы деп есептеймін. Және сол осы жағдай мені осы партияға бүгін осы жиналысқа бастап кетті болады. Ал енді мен айтар едім, қазақтың басын құрау деген нөмір бірінші саясаттардың бірі болу керек. Мен өзім түсінігімде. Егер сен азат ел екенің рас болса, тәуелсіз мемлекет екенің рас болса, шетте жүрген
Biröw 5 milyon deydi, biröw 6 milyon deydi hazır. Kazakta. İşke tartımız gerek koy. Sol 5 milyonun emurganda 3 milyonu kelse bizge. Köpler sözünü öz şeşilir edi. Til meselesi de, din meselesi de, tağı bası. Köp nerse özgürür ödözdüğünün. Ben sol cağındamım. Ha, birlik başka şöyle. 9. sırgı saylavdı. Eslerinizde var mı? Üşüret geliyorlar saylavdığında siyasin. Ha degende edel geliyelerde, o dürüst bol bürük 67'de 8% Kazaktın faizi, prosente Respublika'da. Bu 3'ten 1 degen söz. Son bir aydan keyin yol katılıp ketipti, 65 ekin dep kayta jariyeledi. Onun keyin 2 aydan keyin, yok o da dürüst bolmaptı, 60% ekimiz dep kayta jariyeledi. Osunun bir kıytırkı, baka esepten tuğan narsa dep oyladım. Eldegim derdim Katıskazı, eldegim derdim. Kazakta kaçsı 70%'e tolturmağı. Kazakta kaçsı, жаңағы унитарный өзі ұлттық мемлекет айналдырмау. Егер менің есебім бойынша қазақ 70%-тен асып кетті. Айтылмайды. О санақ қашан болады өзі? Сол тезірек болса екен, егер сол санақтың өзін дұрыс жасамаймыз ғой. Тіпті дауысты санау өз алдына, басқаны санау өз алдына, халықтың таза санын айтып беруге өтірік айтамыз. Соған шындығымыз жетпейді, ақиқатымыз жетпейді. Өзімен үйде отырғанда жай жатқан жоқпын. Біреу банкідегі ақшасын санаса, біреу қорадағы қойын санаса, мен қазақты санап жүрмін. Қанша болды екен, қанша пайыз болды екен деп. Ал енді мен көп сөйлемейін, белгілі, менің шығармаларымды оқыған кісілер хабардар көп нәрседен. Мен мына Социал-демократиялық партияның сайлауда жеңіске жетуін тілеймін, мол орын алуын тілеймін. Өзі 20 неше адам ұсынған екен, 27 ме, 30 ме? Кемінде бір 10-15 орын алса екен деген ойым бар. Сол 10-15 орын алса, және менің кандидатым, менің дақ қойшы мен шығып. Мұны рақым айы бір, сол қалып қоймаса екен деп тілеймін. Өзері орын бөліскенде рақымды сырғытып жеріп жүрмеңіздер. Одан биліктегілер сияқты. Біздің мұны 25 қанша жарты ғасырдан бері көрген қоқайымыз аз емес. Біз де қатарға отырайық, біз де төрліге шығайық дегендей. Бұл енді басты мәселелердің бірі. Рахмет.